Барчаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай, құрамында қолжетімді заттардан жасалынатын шие қосылған пирогтың толық рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналымдағы қызыл подписаться деген батырманы басып қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқа шағып, үстінен қантымызды салып, венчикпен немесе миксермен аппақ масса болғанша араластырамыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Сүт, сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте қопсытқышымызды салып, үстіне ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп алып, ситаның көмегімен өткізіп, массамызды бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Достар, каналымда осындай кереметтей рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться деген қызыл батырман басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің әрбір шыққан видеоларымды көретін боласыздар. Массамыз осындай болып шығу керек. Енді алдын ала дайындап алған формамыздың астына пергамент қағаз төсеп, массамызды құйып, бетін тегістейміз. Енді пирогымыздың бетіне дәнеге алынған шие пайдаландым. Сіздер кез келген жемістерді пайдалансаңыздар да болады, немесе қатырылған шиені пайдалансаңыздар да болады. Өте дәмді пирог болып шығады. Барлық жеріне бір тегіс етіп қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогтың піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Ағаш таяқша құрғақ болып шықса, демек пирогымыз піскен болады. Ыдысынан суығаннан кейін барып алыңыздар. Және де бетіне әдемілік үшін мен қант ұнтағынан пайдаландым. Міне көріп тұрғандарыңыздай кесілуі де өте жұмсақ, өте нәзік кесіліп жатыр. Сіздер де осы рецептпен жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді пирог болып шығады. Отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналымдағы подписаться деген қызыл батырманы басып, жанындағы қоңырау шанын басып қоюды ұмытпаңыздар. Әрбір шыққан видеоларымды жіберіп алмай көретін боласыздар. Және де комментарий бөліміне де өз пікірлеріңізді қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.